ұстаздарым кәсіпкерлер, мен Әзірет атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогика институты зоология, адам ағза физиологиясы һәм методикасы кафедрасы доценті Бердібаев Ават Султанатович. Мен бүгінгі докладым герметология пәнінен дерапилярус профилактикасы деген темада болады. Жобасы бірінші жыртқыш сүт емізушілер дерапилярус профилактикасы. Екінші ұлы мал профилактикалық ilaclar. Үшінші қызмет итлерінің дерапилярусының алдын алу. Төртінші жобамыз халық арасында гигиеналық ilacларды қорғау. Енді дерапилярус дегеніміз табиғи ошақлы биогермит. Герметологияда өзі үлкен екі топарға бөлінеді. Екі топарға дерапилярус биогермиттер һәм биогермиттер. Енді дерапилярус әулетіне кіруші гермиттер біздерде биогермиттер болып. Бұлар биогермит дегеннің өзі аралық һәм резервуар қожайын тикарында рауажданушылар. Ал биогермиттер болса, тек қана бір организмнің өзінде, болмаса сыртқы орталық факторлар тәсірінде рауажданушылар, бұлар геогермиттер болып. Енді біздердің бүгінгі дерапилярус әулеті гермиттері бұлар биогермиттер, яғни аралық қожайынменен рауажданушы гермиттер болып. Енді дерапилярус бұл әулеттің гермиттері тикарынан жүректің оң қарыншасы, қарын бостығы, кейін тері асты тоқымаларында, һәм көздің шымшық перде қабатларында, һәм хаттегі айрым уақытлары әдебиетларда жазылмаған қосымша басқа бір органдарды паразиттік етуде байқалған. Енді қарап, бұл кеселікпен кеселенген хайуан, зиянданған хайуан хаттегі өз қожайынның набық болуына шекім алып келеді. Бұл түрменен тикарынан сүт емізушілерден өшқор сүт емізушілер һәм хаммақор дейміз, хаммазаттан асықланушы сүт емізушілер, одан кейін хаттегі адамлардың зияндануы күзетілген. Енді хаммақордан тысқары ботқор хайуандардан зияндануы күзетілген. Бұл дерапилярус дегеніміз өз нәубетінде, бірінші нәубетте көрсетілген болады қызмет итлерінде. Яғни қызмет итлерінде өзінің әрбіріне жүктелген вазифа болады. Һәм қызмет итлері дерлік бұнымен көптеген зиянданса, яғни өз қызметін үзіліске түсіруге болмаса басқа нелерді алып келуі мүмкін. Енді бұл сол ажат нематодаларының систематик көрінісі. Енді қарап, басылдатты қойып қойсаңыздар, жауап. Дерапилярус имитс һәм дерапилярус референс түрлері. Енді біздер бұл осы екі түрдің ішінде. Мына дерапилярус имитс ең үлкен, яғни кітапларда әдебиет мағлұматтарына қарайтын болсақ 30 сантиметрге дейін дейді, біздердің ұшыратуымызда бұлар 32 сантиметрге дейін бар. Дерапилярус имитс оң қарыншасы, өкпе артериясы, жүрекке қан алып келуші һәм қан алып шығушы қан тамырларды паразит етеді. Екінші дерапилярус референс болса, бұл тері асты тоқымаларында һәм көздің шымшық перделерінде паразит етеді. Бұл жүзде қауіпті болып есептелінеді. Біздерде кейін слайдта алдайтын, мен дипателлоның эспо деген түрін кіргіздік. Бұны біздер тек бір экземпляр болған үшін әулетқа шеген анықтадық та, сонымен сол әулет түрінде қалдырдық. Кейін анықталған оны эспо деп сол есімде қалдырдық. Мынау соның көрінісі мінекей, мынау бас бөлігі, мынау құйрық беттің көрінісі. Енді Өзбекстан шариғатында жаңа айтып өткеніміздей, жоғарыда дерапилярус имитс һәм референс түрлері ұшырайды. Ең жаңа түр, һәм білімге де жаңа түр болуы мүмкін, оны бізде жаңа эспо түрінде қалдырдық. Енді бұл тек қана Өзбекстан шариғатында емес, Қарақалпақстан шариғатында да жаңадан пайда болып жатқан инвазия, яғни жаңадан пайда болған инвазия түрінде қаралады әдебиетларда. Һәм біздерде Қарақалпақстан шариғатында имитс һәм референс түрлері ұшырасады. Біздер 2017-23 жылдар davamında алып барған зерттеулеріміз нәтижесінде тикарынан 5 түрлі жабайы жыртқыш сүт емізушілер һәм бұдан тысқары үй иесіз һәм шоқан итлері үстінде ilmi зерттеу жұмыстарын алып бардық. Сонда қарап отырсақ, дерапилярус имитс түріменен зияндану бірінші шағалаларда 23%, кейіннен түлкілерде 19,3%, қасқырларда 18%, қасқырда 12,1%. Мынау қаныс ұшығында 18%. Шағалада не үшін көп болып тұрыпты?
шағалардың популяциясы тиканы мына халық жасаушы өзінің әдебиеттарды көрсеңіздер болады. Шағалдар тиканы табиғатты санитар вазифасын атқарады һәм халықтың халық жасаушы аймақтарға жақын жерлерде рауаж көбейіп жатыр сондай, һәм зат сондай болса. Соның үшін бұл тасушы инвазион һәм инфекцион вируслы кеселдерден паразиттар кеселдіктер тасушылар болып есептелінеді. Енді репенс пен зияндану біздерге қарағанда более-менее аз. Европа беттерде, Америка беттерде папиллоз кеселдігіне біздерде терапияда беріледі, терапия бөлімі, экология бөлімі адамдар емделеді ғой. Ояқларда көрсеңіздер болады, терапиялар сол кеселдікке емделеді. Өзі емделеді да. Терапиялар деген больницаларда бөлім бар. Хәтта бұл адамдарға да паразит келеді, қожайынның нағыз болуға дейін алып келеді. Репенс пен зияндану аз, яғни ояқ пен салыстыратын болса, тропик мемлекеттермен ояқларда репенс пен зияндану көп та. Біздерде репенс пен зияндану аз, имитс пен зияндану көп. Имитс пен зияндану хәтта өз қожайын нағыз болуға алып келеді. 2020 жылы біз денсаулық сақтау министрлігімен барып ұшырастым, мен өзім сонда мағлұматтама алатын ақтар құрал деген замминистрі мен ұшырастық та, соған мен тапсырмамызды апарып көрсеттім. Мағлұматтама алыңдар ғой бергенде. Сол кезде апарып көрсетіп, егер министр мені шақырса, мен ұшырасам не olur. Бірақ тапсырмамды оларға бердім да, сөйтіп маған сондай препенсіз немен мағлұматтама болып қойдым. Енді неге жаңа айтып өттім, терапиялар эмиссияның ұрғашының несі 25-30 сантиметрге дейін бар. Біздер 32 сантиметрге көрдік та, енді ертеңгі одан кішкентай 12-18 сантиметр. Репенс болса одан кішкентай болған. 5-7 сантиметр, ұрғашысы болса 17 сантиметрге шеген барады. Неге мынау терапиялар эмиссияның әсіл нұсқасы өзінің оригинал түрі. Мына ертегі әрдайым кішкентай болып келе береді. Неге ертегінің құйрығына қарай неге жіңгәлек болып келеді. Бұл ертегі, мынау ұзын. Яғни әттегі адамға я болса, жаңағы етқор хайуанларға түссе де, бұл көшетін уақыт болады, миграция, жүректің оң қарсы. Бұл шыққан уақытта кішкентай майда капилляр қан тамырларға тығылама, сол уақытта тромбыдай болады, бірде қан тамыр жарып кетеді. Өз қожайыны сол уақыттың өзінде нақты болуға алып келеді. Мен сонда жаңағы замминистр құралаға деген соны ұшырасында айттым да, мынандай деп айтсам, бұл гельминтоз хақында олар толық мағлұмат бар екен да оларға. Бірақ сөйтіп жаңағы Европа елдерінде емленеді не болады дегенді айтып көрдім. Мен бәтім жақпады, содан кейін себебі мен медицина ашына кіре алмаймын. Мынау екінші репенс түрі. Репенс оған қарағанда более-менее кішкентайлау. Яғни интернет мағлұматы. Неде және өзі бұлар тірі туып көбеюші нематолог болып есептелінеді. Мынау ертегі ғана спикуласы бар. Мынау ұрғашысының бас бөлімі спикула. Яғни өз қожайынның қан тамыры тірі туып көбеюші нематолог болып есептелінеді. Мынау оригиналына иесіз дейді. Неде? Бозтау районынан шықты. Хәтта 18 дана шықты мына. Біздер көрмегенде бар уже өліп қалатын негенде сондай дәрежеде көбейген ішінде мынау шағалдар себебі көрдіңіз бе? Жүдә үлкен деген көрдік. Мынау яғни тері асып тоқымасында паразиттік екен, мұнда көрініп. Бұл асыл нұсқа. Адамдарға түскен ақтар неге мынандай көрсетілген қарап отырсаңыз. 21 жылы біздегі зоология институты Сырдариядан бір келіншектен молочный железасына шыққанда, сөйтіп біздегі лабораторияға әкелді. Сөйтіп біздер оған түрін анықтап беріп репенс екен. Сөйтіп неге барып көргенімізде, Сырдарияда жаңағы үйіне барып көрсек, үйінің қасында ұлыма тазалық гигиена деген абсолют жоқ екен, зейнеткершілер, бұның тек аралық қожайын қан сорғышы шыбындар болып есептелінеді. Сол шыбындар бұны шыбындардың қозғалу үшін жол қойылды ма, демек адамдарға да өтуі мүмкін. Егер репенс, егер имит түскенде, демек бұл адамның үлкейіп кетсе, нағыз болуына дейін алып келеді. Енді бұның ырғыздану циклына қарайтын болсақ, хайуан, жыртқыш хайуан шыбын, жыртқыш хайуан адам. Баяғы шағалды айтып өтті, жер көрді, сол шағалмен несінде ырғызданды болып есептелінеді. Мынау интернет мағлұмат адам қанындағы, яғни тірі микропилярия. Тірі микропилярияны көрінсі, микропилярияның личинкасы микропилярия деп айтылады. Бұл адам қанындағы микропилярия. Яғни адам болсын, басқа хайуан болсын, 2,5 жылға дейін осы бір көрінісі тұрады. Тірі туылғаннан кейін ешқандай өзгеріссіз. Себебі кейінгі рамазанның басқышына кейінгі арал болды. Енді мынау соның рамазанның циклі. Мынау таят 5-ші басқыш, яғни үлкен нематодың көрінісі. Қарап отырсақ, мынау қандағы микропилярия. Неге сол қанда жаңағы микропилярия адам болсын, ямаса басқа етқор, ямаса хамызаты азық қыланушы хайуанлардың қанында
2,5 жылға шейін оны өзгеріссіз жасайды. Һәм ол тірі туады нематолог. Жынысы келудің көбейеді. Одан символаза бұл жерде. 2,5 жылдың ішінде бұны қан сорушы шыбын, кәдімгі біздерде сүйір шыбын дейміз ғой. Кітап әдебиет мағлұматларында соны қан сорушы шыбын деп айтылады. Кәдімгі қара шыбын пешше деп жазылады. Соны ажырасып қойған деп айтылады. 2,5 жылдың ішінде мынау қан сорушы шыбын бұны шақты, иә? Яғни адамды, я итті, я болмаса жабайы ет бар шақты. Демек бас мынау тұмсығына өтеді, содан бас бөліміне миграция қылады. Бас бөлімінен қарын бөліміне өтеді. Бірінші басқыш оның бас бөлімінен тұмсықтан өтіп, шыбынның қарын бөліміне қарай өтуі, екінші басқыш қарын бөлімінде рауажданады. Сол рауажданған дәуірінде бұлар кемінде сыртқы орталықтың температурасы 14 градус болады. Егер одан төмен болса рауаждана алмайды. Егер 14 градуста жоғары 20-28 градусқа дейін жоғары болса, бұл белгіленген уақытына тез рауажданады һәм кейінгі үшінші басқыш личинкалық дәуіріне басқыш өтеді. Яғни шыбынның қан сорушы шыбынның қаны болса оны тұмсыққа қарап жасайды. Мына жерде 2 мәрте түлеу вазифасын атқарады. Себебі ол неде 2,5 жылға дейін сақталады ғой. Неде түлейді ол. Яғни түлегеннен кейін 2 мәрте түлеп, үшінші, яғни неге тихарлы қожайынның қанына өту үшін таярланады үшінші басқышта. Сөйтіп үшінші басқышта мынаға өткеннен кейін төртінші басқыш. Уже тихарлы қожайынның қан тамыр системасына өтті. Сол жерде өткеннен кейін және 12 күннен кейін 50-60 күн атрапында 2 мәрте түлейді һәм ер жеткен 5-ші басқыш үлкен нематода көрініске келеді. Неге ұсыл көрініске келген атта жүдә қауіпті болып саналады. Ұсыл көрініске келген атта, яғни жаңағы гигиеник талаптарға, сақтық талаптарға әмел қылмау нәтижесінде қайта зияндануды өз қожайынның нағыз болуына алып келеді. Енді біздерде қарап отырсақ, бұның аралық қожайыны бар. Аралық қожайыны тихарынан Гулиас һәм Аидес әулетіне тиесілі шыбындар. Бұлар ең не тарихи, жаңағы Сулейман ағада айталарын күтіп отырмын деп уақытыңыз болса. Біздердің шариғатымызда, аралық асан шариғатында тихарынан осы Гулиас һәм Аидес әулетіне тиесілі шыбындар көп тарқалған болып жатыр. Енді біздер бұдан соның үшін бұдан қорғанымыз үшін жаңағыдай тазалыққа һәм жыртқыш хайуандар, сыртқы хайуандар, мүгей хайуандардың арасындағы һәм үй итлері һәм дайын иттері және санын көріктен өткеру һәм ветеринария көрігінен өткерту жүдә қатты керек болып есептеледі. Әттегі бұл өз қожайынын алып оны һәм неге де алып келеді. Неге қарап, бұның тихары аралық қожайыны ретінде 3 түрдегі шыбындар. Аидес каспус, Гулиас мидоскус һәм каспус фенис түрлері. Яғни сол 3 түр тихары не болып есептеледі. Бұған осы тоқтайды мәлімет. Енді профилактика дәрістері. Алдын алу болғанда бұл зоотрофон зонасына кіруші түр зонасы, яғни хайуаннан адамға өтуші, яғни адамнан хайуанға өтуші. Зонасы қазіргі күнде білесіз бір терминмен істетіліп жатыр, зоотрофонус болып есептеледі. Яғни адамнан хайуанға, хайуаннан адамға өтуші. Зоотрофонус болып есептеледі. Яғни бұл түрдің қарсы күресу үшін бірінші нәубетте үй итлері һәм иесіз итлердің санын һәм олардың өз уақытында ветеринария пунктіне өткеріп тұру керек. Мәселен, біз иесіз итлерді көшеде ешкім қарамайды деп ойлаймыз, бірақ ветеринарияның бөлімдері болу керек шартты түрде. Солармен істесетін һәм олардың санын тәртіпке салып. Неге солар бірінші нәубетте солардың жабайы хайуандармен контактта болуын һәм олардың адамдармен контактта болуын һәм уақытында ветеринария көрігіне өткеріп тұруын күшті қадағалау астына алынған болу керек шартты түрде. Бұдан кейін бұл ең бірінші нәубетте, яғни қызмет итлері. Қызмет итлерінің өз қызмет итлеріне жүктелген вазифалар бар, кинолог итлердің әрбірінің. Мәселен, сол вазифасын, жүктелген вазифасын ол қандай да сондай кеселдікпен, дерекулез кеселдігімен ауырып қалса, науқастанып қалса, өзінің қызмет вазифасы тоқтайды ол иттен. Соның үшін бұл мемлекетке де, яғни сол өзінің белгілі несіндегі экономикалық тарифтен һәм басқа тарифтердің қауіп тудыруына алып келеді. Дерекулездің алдын алу үшін ең тихарғы мәселелердің бірі бұл жаңа айтып өткеніміздей су хәуізі. Зейкеш бар һәм басқа әр түрлі көмектер бар.
Неки солардың атрапында бұлардың аралық қожайы жаңағы қан сорушы шыбындар болу үшін сол хауыздегі қан сорушы шыбындардың рауаждануына имканет қоймауымыз керек. Қан сорушы шыбындардың рауаждануына имканет қоймауымыз керек. Личинкалар себебі суда рауажданады, оның қатас суда, таза суда рауаждана алмайды. Соны дәрілеп, уақытында профилактика жұмыстарын алып бару керек. Дәрілеп, екінші, бұлардың қатты ыссыда жасай алмайтын бой есептелінеді. Олар ыссыда шеттегі от шөплер бар, һәм басқа сая солардың жасырынуына имкан қалдырмасақ, демек біздер олардың арасындағы баяғына жыртқыш хайуан шыбын деп көрсеттім ғой схема. Сонда арадағы схеманы мынаны үзген боламыз. Арасындағы схеманы үземіз, демек мынаны рауажданбайды. Сол нені үзген болып есептелінеді. Үзе аламыз да. Сондай үзсек біздер не болып есептелінеді. Бұлта сары кейіннен мына ең тек арқысы мәселен белгіленген аймақ болады. 1 километр, 2 километр, 4 километрге дейінгі аралықта мәселен паркілер болады, итлер демалдыру орны, адамдардың демалу орны. Солардың атрапындағы һәм бұл тек қана парк емес, адамдар жасайтын аймақтағы жаңағы қан сорушы шыбындардың рауаждануына имкан қоймауымыз керек. Сонда біздер жергілікті халықтың, жаңағы кино итлерінің, адамдардың әртүрлі көмек пайдаланушы, қожалық істерінің итлерінің су кеселікпен зияндануының алдын алған боламыз. Енді халықтың су неменен зияндануының алдын алғанда, мәселен және бір зат айтып өтейін. Қазіргі күнде подвалдар бар, айрым үлкен домлардың подвалдары, болмаса қандай да бір зауыт фабрикалардың шығындылары бар. Бірақ шығынсыз технологиядан үшін рауажданып жатыр. Бірақ дегенмен айрым уақытлары екінші тәрбиемен онша осындай үтібар қаратылмаған жерлері бар. Сол затларға үтібар қаратылып, яғни ненің алды алынса, сол кезде біздер жарының алдын алған боламыз. Енді қара баға шағалды айтып өттік. Мынау полный жазып отырмай ақ қойып, шағал болатын болса, шағалменен үйде yanında adam var. Bak adam. Енді бұның төбесінде қан сорушы шыбын тұр жаңағы. Енді қан сорушы шыбын. Бұның арасында белгілі аймақ бар. Енді қан сорушы шыбын мынанан шығады, мынанан шығады, мынанан шығады. Енді мен жаңа айтып отырғаным, нерде су хауыздары бар, һәм басқа да нелері бар да. Су хауыздары бар, әр түрлі. Соның ішінде мынаның личинкасы рауажданады. Соны біздер үссек, тек мыналардың ішіндегі зат қалады да. Мыналардың ішіндегі микропиляриялар болса, сол зат қалады. Екінші мынаны үзуіміз керек та, неге мынаны. Сөйтіп, сол кезде мынаны бірінші нәубетте мынаның ішіндегі рауаждануын алсақ, мыналарды үзіледі. Одан кейін мынаның арасында байланыстыларды шия бөріменен мыналар һәммесі себебі мына су хауыздығы бар, су ішеді. Көріністі? Үй итлерінің қасында шоған итлері болады мәселен. Кейін иесіз итлер болады. Солардың бәрі су ішеді. Сонда біздер ана алдын боламыз, һәм мыналардың бәрін белгілі дәрежеде су кеселігіне зияндануының алдын алған һәм не болған боламыз, қорғаған боламыз. Енді қызмет итлеріне де не отырмай қойып, ешеметте онда ең тикарғы не қазіргі күнде мен айтпақшы болғаным осы кеселік бойынша тек мына затты мен денсаулық сақтау министрлігінен емес Қарақалпақстанда 16 районның ветеринария комитетінде тарқаттық та бұны. Себебі ветеринария комитеті басқалар ветеринариялардың һәм халықтың кеселік сондай паразит келмейді бар екеніне хабар жоқ. Солар қабылдау үшін бұлар уақыт беріп осы затты тарқатып шықтық бәріне. Сонда ветеринариялар баяғы хабарыңыз бар, ертеде шесті сомат өкістен деген келмейтпенен Тақтакөкір, Бозатау, Қонатларда көптеген малдар қырылып қалды ертеде. Ветеринария тихар соны біледі да. Мынау қазіргі күнде жаңадан пайда болған инвазия, яғни көбейіп жатқан инвазия. Бұл егер шекарадан артық көбейіп кететін болса, ол кезде адамдар үшін белгілі дәрежеде қауіп тудыруы мүмкін. Үй итлері һәм жаңағы кең тихарды кинолог итлер үшін қауіп тудырған болса. Сол үшін бұл затты елде мынандай пропаганда, яғни халық арасында телевидениелерде жаңағы әртүрлі тарату материалдар таратса мас еткен уақыт болады деп ойлаймыз. Мынау жаңа айтқан
плакат беріп ұстап жинамай неге хаммер өксітегі ветеринария комитеттің өзіне районларға бәріне тақап осы немізбен хабардар болып тұрсын яғни сондай бізбен бірге жасап жатқан сондай қабылды келіміз бар екенін тақап шықты. Но баяғы ипотекалық эспо нематолгасы қазіргі күнде бұл бір дана болған үшін біздер түрін анықтай алмадық. Зоология коллекциялар фондында 24-ші қайтарағанмен салып қойдық. Біздерден кейінгі адамдар тауса үйрену үшін, салыстырып үйрену үшін. Мына енді референс түрін біздер Румынияға жіберіп, Гербанкта үйреніп, әр тарапын сол некені шықты. Румынияға. Этибарыңыз үшін рахмет. Өзіңіз қызықтырған сұраулар болса берсеңіз болады. Leishmaniyoz degan Usmon? Yo'q, asla. Бұл природный очаговый больница ғой, инвазионный, и бұл суға жақын болады, да? Байланыс бар суға. Себебі бұның промежуточный хозяйны мына шынынан, куликсі ауа енді анофилес туыстары шынлардан промежуточный хозяин бола ма, бола алмай ма? Ал енді осыны іздеттеген текару ученый кім еді? Анафилос үйренген кім? Зоологиясы алдын қасында еме, қазіргінде үйренген ана энтомология лабораториясында бар еді, орыс атай. Мен сонымен тартысым өткенде. Біздерде анофилес жоқ деп жеңді да мен. Негізі анофилес біздерде кем ұшырасады ба? Анофилес таулы жерлерде ұшырасады деді. Мен айттым оған, сізге дедім, анофилесті әкеп дәлелеп беремін дедім. Мұрат есіңізде бар ма? Наташа мен ана Масеттің кабинетінің туының есігінде төрде отыратын апай бар, орыс. Сол именно сол адам шұғылдады. Себебі мен жеңіп, мен диссертациямды алдырды да, болды аламан дедім, бірақ дедім, мен дәнеші сізге дәлелеп беремін.